Мана қоз хадисіге мана қарақ. Пайғамбар айтады: "Яқулу Наби саллаллаху аль-худжаж вал-умар вафдуллахи таала." Ажылар, умрачылар Аллах Тааланың қонақтары дейді. Аллаху акбар. Меккенің падишасы бізді шақырып аптыр. Мадинаның мери шақырып аптыр. Ажылар жана умратчылар, ваф деген сөз қырғызша көтөргөндө же орысша делегаттары дейді. Аллах Таалаға келген қонақтар дейді. Урматтуу эжем, урматтуу агайындарым, ойланып көр, ой жүгүрт. Сен Аллах Тааланың үйүнө конокко келипсиң. Елестетші, Аллах Таалаға қонаққа келсең қандай болады? Субханаллах. Пайғамбар айтты: "Аль-худжаж вал-умар вафдуллахи таала ин дааухум ажабахум." Бұлар дейді, умраға келгендер, ажыға келгендер, Аллах Тааланың вафт қонақтары, егер бұлар дуа қылса, Аллах дуаларын қабыл қылады дейді. Дуаңарды кім қылады екен? Аллах қабыл қылады екен. Ва ин саалуху аатахум. Егер бұлар Алладан бір нәрсені сұраса, сұраған береді. Ва ин истағфаруху ғафара лахум. Егер бұлар истиғфар айтса, Алладан кешірім сұраса, Аллах бұлардың күнәсін кешіреді дейді. Елестеттің, үйіңе қонақ келіп, чай сұраса бересін, анау сұраса барын бересін. Сіз Аллах Тааланың үйіне келген қонақтар екен, дуа қылсаңар дуаңарды қабыл қылады екен. Елімізге, жерімізге, ата-енемізге, балдарымызға көп дуа қылалы. Сұрасаңар береді екен. Аллах балдарымызға иман сұрайлы, тыныштық сұрайлы, ихлас сұрайлы, башқа сұрағаныңды береді екен. Егер кешірім сұраса, Аллах алардың күнәсін кешіреді дейді. Ең негізгі Аллах Тааладан көп истиғфар айтып кешірім сұрайбыз.